Сәлем, бұл көру бағдарламасында фетрге арналған шаблон жасауды үйрететін бейне сабақ. Бүгін біз қарапайым фетр ойыншығын жасап үйренеміз. Мысал ретінде, мен бүгін қазіргі актуалды түрдегі лалабуды ойыншығын таңдап тұрмын. Бұл шаблонды принтер арқылы басып шығып, фетрдің үстіне салып, қиып, ойыншық ретінде қолдана аласыздар. Егер сіздерде жаңағы кесетін плоттеріңіз болатын болса, бұл шаблонды тікелей құрылғыға жүктеп, автоматты түрде кесіп, пайдалана бересіздер. Және де бұл бейне сабақ арқылы осы жердегі әдісті қолдана отырып, басқа да ойыншықтарды істе жасасаңыздар да болады. Ол шаблондарды біз Pinterest.com-нан табамыз. Pinterest.com-ға поиске фетр лалабу деп жазсаңыздар да шығады, немесе фетр игрушки шаблон десеңіздер, басқа ойыншықтың шаблондары табылады. Енді мен осы мына түрін таңдап тұрмын. Осыдан мен жай ғана оң жақ мышкамның батырмасын басып, копировать изображение деп, ары қарай құрылға өтеміз. Құрылға создать документы. Осы жерде А4 форматты таңдаймыз. Дәл тура осылай қалады бәрі, ештеңе өзгермейді. Окей дейміз. И Ctrl-V әрпі арқылы осы құрылға қойып аламыз. Енді мен осылардың жаңағы мына тұрған шаблондарды басып көшіріп, яғни бір сызықтыға айналдырамын. Бұл жерде трассировка арқылы да жасасаңыздар да болады. Трассировка жасағанда нүктелері өте көп болып кетеді. Сондықтан мен бүгін жай ғана линиялар арқылы басып көшіріп шығамын. Ол үшін мынау оң жақ бетімізде, сол жақ бетімізде осындай менюлар тұрады. Менюның ішінде біз ана жерде свободная форма деп тұрады. Свободная форманың бұрышын басатын болсаңыздар, тағы да меню шығады. Осы жердегі кривой безені таңдаймын. Бүгін мен кривой беземен жұмыс істеймін. Енді точка қойып аламыз. Сызықтың жаңағы бейнеміздің үстінен ары қарай барынша туралаймыз. Жаңағы мына екшеттегі стрелка арқылы сызығымызды барынша түзулетіп аламыз. Осылай. Қазір мен сіздерге көрінетін болу үшін сызықтың цветін өзгертемін. Ол үшін палитраға барамыз. Палитрадағы түстерімізге барып, осы жерде ұнаған түсті таңдаймыз. Мен қызылды таңдадым. Оң жақ мышкамызды басамыз. Оң жақ мышканы басқан кезде цветі өзгереді. Ары қарай жұмыс жасай береміз. Мына жері қателік болып қалды. Ештеңе етпейді. Қазір қайта дұрыстап аламыз. Ары қарай. Осылай бітіреміз. Енді біздегі мына жерде қисық болып қалған жерлерін инструмент создания форма арқылы өзгертіп аламыз. Мына жердегі точкасын қоямыз. Бұл точкадағы біз бұның именно углы қандай болу керек екенін өзгертіп алу керекпіз. Перегиб дейміз. И сонымен мына жердегі сызықтарын жөндеу арқылы осылай перегибін өзгертеміз. То же самое екінші бетте де перегибті алып ұшқышты қоямыз. Сонымен бізде бір құлағымыз дайын. Оны бір цвет беріп алсаңыздар болады, мысалы сары. Ары қарай бұны копировать ету керекпіз, екінші құлаққа айналдыру керекпіз. Жай ғана Ctrl-K, Ctrl-V. Мына жерде К, М деп жазылып тұр, бұл жерде орысша әріптерде жазылып тұр. Міне бізде объектіміз екеу болды. Осыны мына объектіні біз қарама-қарсы қылып зазеркалить етіп алу керекпіз. Ол үшін төбеде тұрған батырманы басамыз. Мынау екі шетке қарайтын батырма, немесе асты үстіге қарайтын. Біз соның екі шетке арналған батырмасын басып аламыз. Ары қарай екінші құлақ тұрады. Екінші құлақты тоже копировать етіп ала саламыз. Бірінші құлақты кішірейтеміз, жай ғана ұзартамыз. Бұл жердегі сызықты көру үшін ортасындағы цветті алып тастау керекпіз. Ол үшін қайтып цветовой палитраға барамыз да, үстіндегі запрет немесе сызықша көрініп тұр, осы қызыл сызықшаны, соны басамыз ортасына. Сонда бізде цвет кетіп қалады. Содан біз көреміз қай жерде қандайға өзгерістер бар екен. Егер өзгерістерді аса қатты өзгеріс болмайтын болса, осылай да қалдырып кетсек болады. Ары қарай біз өзгертетін үшін инструмент создания формаға кіреміз, немесе A-форманы басамыз. Мына жердегі точкалармен жұмыс істейміз. Мен точканы ала алмай тұрмын. Мына точкамызды алып, орнына келтіріп алдық. Мынаны да перекейіп жасай салады. И мына жерін осындай аламыз. Сонымен бізде екінші құлақ дайын. Оны цветін белгілеп қояйын. Копировать, ставить, зеркалить етіп алдым, отразить етіп алдым. Мына екінші беті. Ары қарай бізде үшінші құлақ тұр. Мына жай ғана былайына тұру. Мына орта жағын. Ары қарай бізде үшінші құлақ тұр. Үшінші құлақты да солай копировать ете саламыз жай ғана. Енді мен бұл жерде копировканы жай бір құлақты таңдап алып астыға қарай түсірдім. Және мен керек жерге орналастырып аламын да. Мышканы жібермей тұрып, оң жағын басам мышканың. Сонымен бізде мышкадан екі жағы да жұмыс істеді. Бірінші біз тартып орын ауыстыру
батырмасы арқылы және де оң жақ батырмасының басу арқылы жай ғана көшіріп алдық өзімізге керек жерге. Бұны да орта жағына түсін алып тастайық. Ары қарай кішірейтеміз және созамыз. Осымен осылай да қалдырып кетсек те болады. Мына жерін кішкене өзгерте салайық. Үшінші құлағымызды дайын. Тоже цветпен белгілеп қойсақ, копировать, ставить, зеркальце етіп аламыз, шетке қарастырамыз. Ары қарай бізде бетін тоже кривоймен бастайық. Кривоймен емес, давайте кругпен салып көрейік. Жай ғана домалақ созамыз, формасына жеткізіп аламыз. Төбе жаққа қоямыз. Енді бұл жай ғана қазір бізде толық форма болып тұрғаннан кейін біз создание инструмента дегенге кірсек те бізде өзгерістер енгізе алмаймыз, өйткені бұл жерде форма болып тұр. Егер біз точкасын басатын болсақ, эклипстің яғни домалақты бізде кеседі немесе үлкейтеді. Бізге ол түрі қазір қажеті жоқ, сондықтан артқа қарай келтіріп алайық. Бұл жағдайда біз формамызды кривойға айналдырып алу керекпіз. Кривойға айналдырып алу деген сөз ол мына жердегі преобразовать в кривое деген батырманы басамыз, немесе Ctrl-Q арқылы кривойға айналдырған кезде біз форманы өзгерте береміз. Ол үшін мына жерге точка добавить етеміз. Екі рет бассаңыздар, сонымен точка шығады. То же самое мына жаққа да екі рет басу арқылы нүктеміз шығады. Сонымен мына бізде мына жерде уже беті дейік. Екі беті екі жағы да дұрыс болу керек. Ол сол үшін симметрический өзгерілік таңдаймыз. Сонда екі жағы екі беті де бірдей болады. Асты жағында да то же самое точка добавления арқылы формамызды өзгертеміз. Болды. Бұл жерде 2x деп қойған, значит бұл жерде біз екі рет кесу керек деген сияқты. Мне кажется, что бір рет кескеннің өзі де жеткілікті. Мына біз цветпен белгілеп қояйық. Ары қарай бұл басы болу керек. То же самое круг арқылы жасаймыз. Формасын келтіріп аламыз. Сопайтатын жерді сопайтып, кішірейтетін жерін кішірейтіп аламыз. Осылай. Барынша келтіріп алдық. Енді опять қайтып кривойға айналдырып алайық. Мына батырманы басамыз. Қайтып создание формаға кіреміз. Точканы белгілейміз, қай жерін өзгерту керектен. Мына жерінде точка добавить етеміз. Бұл жерге формамыздың бет бейнесіне жетпей тұрған точка добавить етеміз. Мына жеріміз кішкентай ғана округлить ете саламыз. Болды. Басы да уже бізде дайын. Қызылдан қойылған. Енді мына туловищесін былай жасап көрсетейін сіздерге. Екі түрін басқа түрін туловищесін басқаша жасап көрсетейін. Ол үшін біз жай ғана домалақ таңдаймыз. Аяқ жағы формамыз келтіріп алайық. Екінші аяқ жағын копировать етейік. Және орта жағын копировать етейік. Мына туловище жағын созып алайық. Созып аламыз. То же самое орта жағына келтіріп аламыз. Ары қарай преобразовать кривые дейміз. И форма изменения формы арқылы біз керек формамызды жасап аламыз. Мына жерде симметрический узел бізде болып тұр. Так, мен аяғын ертерек жасап қойдым. Негізінде бірінші осылай жасап алдым дейді. Бір аяғын дұрыстап. Мына аяғын алып тастап, мына домалақты. Мына осыны копировать етеміз, ставить, зеркальце етеміз. Екінші жағына қойып аламыз. И сонымен үш объектіні біз слияние қылайық, объединить етеміз, яғни мына мен қазір көріп тұрғандай бізде цельностный объект пайда болды. В принципе, маған болады ұқсап. Сонымен ішін жасап алып, ары қарай бізде қолын кривой безі арқылы жасасаңыздар да болады, немесе жаңағыдай домалақты созу сопақтау арқылы тоже. Давайте екі бетті жасап көрсетейік сіздерге. Мына жерде тез осылай келтіріп алайық. Объектімізді бітіру үшін. Опять же, создание формаға кірейік. Мен қызыл қылып аламын. Осы жерде точкалар арқылы біз формамызды өзгертіп аламыз. Өзгерістеміз. Мына жерде мына сызықты кішірейтеміз, яғни мына жерді үлкейтеміз дегенде. Мына жерлерінде. Так, мына жерде точкамызды жөндейік. Мына жерде точкамызды кішкене реттеп жүрейік. Сонымен бізде қолы да дайын болады. Қолды жасап біттік. Ол үшін
былай көрсеңіздер де болады. То же самое копировать вставить ете аламыз. Зеркалить етсеңіздер де болады. Енді аяқтарына келейік. Аяқтарын былайынан домалақ формасын мына жерден сызық түрінде көрсеткен жерге дейін көрсетеміз. Және уже мен түзу сызықтар арқылы аяқтарын сызықтарын көшірудің жай ғана осылай. Енді бұл жерде бізде әлі объект пайда болған жоқ, тек қана екі бізде сызықтар тұр, сары сызық және қызыл сызық деп айтады. Ол үшін объект болу үшін бізге мына ортадағы объект керек. Мен мына жерде интегральная заливка таңдасам, ортаға қарай бассам, мына жерде бізде боялады. Именно егер барлық сызықтар жабық болса, бізде ол жерде объект пайда болады. Міне бір объект, бір аяқ деген сөз. Копировать етеміз, ставить етеміз. Зеркалить етіп алайық. Міне екі аяқ болды. Енді дәл осыны копировать етіп, қол қылсақ та болады. Қолын кішкене кішірейтеміз. Дәлме-дәл суреттегідей болғыларыңыз келсе, осылай копировать етіп, жай ғана оны ортасын бассаңыздар, жаңағыдай айналдыру, градустарын өзгерте айналдыра отырып, өзімізге лайықты формамызды, немесе өзімізге лайықты бейнені таңдап аламыз. Ары қарай біз өзімізге керекті жерге орналастырып аламыз. Объекттерімізді керекті жерге орналастырып аламыз. Бақылата қойып аламыз. Екінші бұлағын олысаңызда да болады. Ойлаптым. Кеттік. Удалить етеміз. Енді осы шаблонды барлығын цветін алып тастайық және қараға ауыстырайық. Осымен сіздерде лалабудың шаблоны дайын. Бұны жаңағы плоттерға кессеңіздер болады. Ал егер плоттермен кеспейтін болсаңыздар, қолмен кесеміз десеңіздер, тоже самый сіздерде қағазға арналған қима дайын. Енді қайтып осыны копировать етіп аласыздар изображение. Ставить етіп, осы жерде өзіне салып, қайтып қосып қойдым. Ол үшін өзді домалақ соқықтармен өсті келтіріп аласыздар. Бір көзіне сызыңыздар. Вот екіншісін копировать етіп аламыз. Домалақты через цтрл бастырып, ровный домалақ болады. Цтрлмен мышканың оң жағын басып тұрсаңыздар. Және осыны копировать ставить етеміз. Кішкі домалағын жасап қойсақ, бәрін керек, бәрін керек емес. Және де мұрнын кривой безермен сызығымыз. Жай ғана осыны қылып істеп, шетке қаратып, цтрл бастырасыздар, сонда ровный болады. Оң жағын басасыздар, екінші жағына копировать қарсылайық. Енді біз былай жасаймыз, екеуін белгілейміз. Белгілеген кезде бізде осындай меню шығады, слияние жасаймыз. Ары қарай создание инструмент формы, екі точканы аламыз, соединить, узлы, астына екі точканы аламыз, соединить, узлы дейміз, сонда бірге. Сонымен бізде өз мұрын пайда болып, сурет ұзымағын пайда болып, бөлік деп аламыз, ғанытта бөлік деп аламыз. И сонымен бұны жаңағы бізде дайын болған изображениенің қайтысына әкеп, бәрін общий бір группировкамен үлкейтеміз, либо кішірейтеміз. Егер сіз бір ғана детальді алып үлкейтіп кішіретсеңіз, қалған детальдарыңызға сәйкес келмей қалады. Сондықтан бәрін общий бір алып үлкейтеміз, либо кішіретеміз. Үлкейтіп алып, қойып қоямыз, содан кейін барып орындарына келтіреміз. Егер сіз бір детальді алып кішірететін болсаңыз, қалған детальдер маған сәйкес келмей қалады. Және мен бұл шаблонды Telegram каналға сақтап қойып, керек болса, сол Telegram каналдан ала жүрсеңіздер болады. Telegram каналды осы видеоның астына қойып кетемін, немесе Instagramға өтіңіздер, Instagram арқылы мен сіздерге Telegram каналға өткізетін ссылка жіберемін. Шығару процесінде менде шығару үшін печать. Мына жерде принтерімізді таңдаймыз. А4 формат, поставить бумага болса поставить бумага, матовый болса матовый. Мына жерде өздеріңіз линияны таңдап аласыздар. Петр болса Петр дегенде. Маған қара түс болса болады. Окей, белгілейді. Просмотр ретінде көріп алсаңыздар да болады. Қағазға орталасында тұр ма екен, және де жеткілікті ме екен. И шығарамыз, жетеміз. Енді жарысқа кірісіп. Енді бәрін қолмен қиып шығамын. Қиямын. Менде фотор жоқ. Оны алып, мынандай фетрға, менде беті болады. Осы фетрға мен қойып, шетін ручкамен немесе қаламмен сыза аласыз. Фетрді кесеміз әрқайсысын. Мынау бізде басы. Мынау получается беті біреу. Бетінен біреу кесесіздер, денесінен екеу кесеміз, мынау басынан екеу кесеміз, құлақтары екеу, аяқтары екеу, қолдары төртеу болу керек, мынадан екеу, мынау құлақ. Енді бұған артқы құлақ егер сіздер мягкий қызларыңызға келсе, тағы да екеу кесесіздер. Егер мягкий болмақ болсын, бола береді, бір фетрдің үстіне қалай болады, бір фетрдің үстіне былай фетр болады, и тағы былай болады. Если бір фетрмен тұра берсін десеңдер, бір фетрмен қалдыра бересіздер, біреуден. Аяқ қолдар біреуден, и және ортаңғы мына жерде тұратын
несі болады, мұрны, көзінің қарашығы, көзінің дәуі. Ең кішкентайын өздеріңіз қолыңызбен кесе ала бересіздер. Одан кейін кесіп болғаннан кейін бір-бірін тігеміз. Мысалға, мынау ішкі құрылысын екеу кесіп алдық қой, соны бүйтіп шет жақтарынан тігіп шығамыз да, ішіне мақта саламыз. Мына жерге орта жағына мақта саламыз. Также басын, бұл беті ғой, басын біз екі рет кесіп аламыз, шет жақтарын тігеміз, одан кейін ішіне мақта толтырамыз. Мен осылай сызып аламын, кескенімді былайынан екеу, мына жерде беті мен атамын. Менде екі бала болады, біреуі көк цветтен, біреуі фиолетовый цветтен. Сондықтан ары қарай оның барлығын шет жағынан кесіп қиып алғаннан кейін, шет тігіп шығамыз. Менде бәрі қиылып дайын тұр. Мына беті, мына көзі, мына жерге тісі түседі. Мен қазір бұл жерге мына жерге тісін либо тігіспен көрсетем, либо тісін істеп көреміз, тоже фетрмен. Потом менің ойымша мына жерде кішкене кесу керек сияқты, көзін домалақ қылмай, кішкене ашылған қылып тайды оларды. Сол көзін жарсын, соны кішкене кіргізіп жіберемін. Және менде оның шет жағын, мынандай денесін, екі денені осылай шетінен тігіп шығамыз деп полностью. Мына жерде кішкене орын қалдырамыз, ішіне мақта тығамыз. Бірақ мына денесін тігер алдында ең алдымен қолдарын жасап шығу керек. Қолдарын жасап, сразу менің дененің арасына тігіп жібергенде осылай. Сонда бізде осылай кетеді. Басы осылай, мына жерде. Мында беті, екі көзі осылай. Мына жерде мұрын келеді. Құлақтарында бастарын тігудің алдында құлақтарын тігіп аламыз. И тігісті мен мынандай жіп бар менде үйде, осы жіппен шет жағын былай қолмен тігіп шығамын. Тігісі деп көрсетемін. Потом ортасына мындай параллельмен ішін толтырамыз. Осылай қолын тігіп шығамыз. Осылай. Шет жағын осылай тіктім. Және енді осының ішіне мындай мақтамызды салып шығамыз. Осылай салып болғаннан кейін осындай екінші шетінде осылай тігіп шығамыз. Тігісті қалай тігеміз? Жіпті мен асты жағынан көктеп алдым. Ондан кейін бір шетіне тігіп аламыз. Осы кезде мына жібі шығып кетпес үшін ортасынан кіргіземін. Осылай. Мына ішінде кіргізіп жібереміз. Екінші жағын дәл осы кезде өстіп. Екінші бетінен шығарамыз. Сонымен мынау жіптердің бәрін ішіне тығып тігуді бастаймыз. Екі жағын аламыз. Жіпті айналдыратамыз. Қараңыздар. Кіргіземін. И мына жіпті мына жағына қоямын. Сонымен тартамын. Ары қарай. Кейін мына жібін мына жаққа қарай қоямыз, тартамыз. Жіпті қойып аламыз, тартамыз. Бізде бұл шығады. Егер объем жетпесе, ішіне қайтып мақта саласыздар. Мақтаны осындай кішкене ашық кезде саламыздар, кейін жауып кезде саламыздар. Тігіп қойын. Екінші мына жағына маған тігуге ыңғайлы болу үшін осылай тоқтатам. Кейін мен мынаны екеуін тігем. Яғни осы күйінде мен сразу денеге өтіп кетем.
енді осылай екі лалабу шықты. Шетін барлығын қолмен тіктім. Ішіне жаңағы мақтасын параллельно салдым. Ісін жасайын дегенмін, что-то ерінбеймін, сондықтан осындай суретін сала салдым. Енді барлық қиған, тіккен өнерім осындай айыпқа бұйырмаңыздар. Ол жай ғана сіздерге осы видеоға ознакомительный қылып істеген дүнием, және де балдарға үйде ермек ретінде қызықты бір ойын ретінде жасап бердім. Және үйде бір екі-үш фетрім бар еді. Как раз не істейтінін білмей жүрген осы фетрлармен. И осындай идея пайда болды. Сіздерге де бір шетінен қоруға ютубқа салатын сабақ ретінде и осылай өзімде үйде қолданысқа қалатын ретінде. Мен бұның шаблондарын телеграм-каналға жасап қоямын, салып қоямын. Оны осы видеоның астынан көрсеңіздер болады, осы сілтемесі бар, сілтемеге кіріп, шаблонды скачивать, распечатка жасап, өздеріңізді үйде жасап көрсеңіздер болады. Және тағы да бір-екі варианттар салып қоямын ол жерге. Ол варианттарды өздеріңіз скорлға салып, кішкене өзгерістер енгізіп, тоже распечатка жасап, басып шығарып, қиып, осылай тігіп, оң жасасаңыз болады. Осындай менің шаблоныма қарап, осындай лалабу тігіп жасаңыздар, немесе басқа да ойыншықтар жасап жасаңыздар, менің инстаграм парақшама салып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Мен де өзім қуанатынмын, что менің жасап жатқан, шығарып жатқан бейне сабақтарым керекті екеніне, және де ары қарай шабыттанып жасауыма сіздер себепкер боласыздар. Так что лайк басып